Қайырлы күн, қымбатты көрермен, облыстың бастар арнасында тікелей эфирде желіде 103 хабары өздеріңізбен аптайын алып қайта қауышып отыр. Бүгінгі хабарымыз асқазан ішек жолдары ауруларының алдын алу шараларына арналмақ. Өйткені қазіргі таңда енді кез келген адам дені сау, күш қуатқа толы күйде өмір сүргісі келеді дегенімен соңғы уақытта ғалымдар асқазан ішек жолдары ауруларының көбейіп кеткенін айтып отыр. Өйткені дәл осы аурудың туындауына тұрақты күйзеліс, дұрыс тамақтанбау және де экологиялық проблемалар, сондай-ақ зиянды заттар әсер етуде деген мәлімдеме жасап отыр. Сондықтан бүгінгі хабарымызда біз асқазан ішек жолдары ауруларының алдын алу шаралары, олардың негізгі симптомдары қандай, сол жөнінде сұхбаттасатын боламыз. Тікелей эфирде екенімізді қайтадан естеріңізге сала кетейік. 22-11-55 байланыс телефон нөміріміз, сондай-ақ төменде көрсетілген WhatsApp нөміріне өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Олай болса, бүгінгі студиямыздың меймандарымен таныс болыңыздар. Айнагүл Хайруллина, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің нөмір 1 жалпы дәрігерлік тәжірибе кафедрасының ассистенті, сондай-ақ Инияз Есенғалиева, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің отбасылық медициналық клиникасының жалпы тәжірибелі дәрігері. Қош келдіңіздер, Айнагүл ханым, Инияз ханым. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Жалпы бағдарлама басында айтып өткендей, бүгінгі хабарымыз асқазан ішек жолдары ауруларына арналмақ. Алғашқы сауалымыз, жалпы адамның асқазаны неге ауырады? Сол жөнінде білсек өздеріңізден. Жалпы біздің асқазанымыз неліктен ауырады деген сұраққа жауап беретін болсақ, негізі мынандай қазақта сөз бар, ауру астан деген. Сол себептен негізгі біздің барлық осы асқазан ауруы біздің қабылдаған тағамымызға байланысты болып келеді. Дұрыс тамақтанбау, мысалы біздің уақытылы тамақтанбауымыз, тамақтанудың режимінің болмауы, сонымен қатар зиянды әдеттер, әртүрлі темекі шегу, алкогольдік ішімдіктерді қолдану, сонымен қатар фастфуд сияқты майлы, қуырылған, өткір ащы тағамдарды жиі қолдану, осының барлығы біздің асқазанымыздың ауруына алып келеді. Инияз ханым. Айтып өткенде, ауру астан демекші, қазіргі таңда дұрыс тамақтанбаймыз, тамақтанатын уақытта болмайды, мысалы кей уақытта болмай қалу себептерінен осы асқазан жолдарының зақымдануына әкеліп соғып отырады. Дегенмен де академик Төрегелді Шармановтың айтуы бойынша қазіргі таңда ауру сырқаттың 70%, өлім жетімнің 60%-ның көрсеткіші осы асқазан жолдарының зақымдануларынан әсерінен болып отырады. Яғни, демек, қазіргі кезде тұрғындардың екінші әрбір адам осы асқазан ауруларымен зардап шегеді деген сөз. Мәселен, дұрыс тамақтанбау, уақытылы тамақтанбау және де дәрі-дәрмектерді еріксіз дәрігердің нұсқауынсыз қабылдау арқылы және де мәжбүрлі түрде дәрі-дәрмек қабылдайтын, мысалға жүрек қан тамыр ауруларымен ауыратын науқастар дәрілерді қабылдаған кезде аса сақтықпен пайдаланған жөн. Және де күйзеліс жүйке жүйесіне тым аса күш түскен кезде осы асқазан ішек жолдарының зақымдалуына алып келеді. Және де тамақ ішкен кезде айтып отырық қой, бір уақытта құнарлы минералды заттарға, витаминдерге пайдалы болу керек. Тамақты ішкен кезде асықпай, шайнап жұтқан дұрыс. Егерде тамақты дұрыс шайнамай жұтқан кезде, асқазанның кілегей қабақтарын зақымдап, оның қабынуына алып келеді. Ол алып келген жағдайда уақытылы емделмесе, неше түрлі асқазан ауруларын эрозивті гастриттерге, жараларына және одан әрі обыр ауруларына, қан кетуіне асқындырып соқтырады. Тамақ ішкен кезде диета сақтау керек. Фастфуд өнімдерін, жаңағы қуырылған, айтып өткенде майлы, газды сусындар, қазір жастардың көбісі пайдаланады, энергетикалық сусындарды шектеу, және де чипсы, керешкі, жас өспірімдер қазір көп өнімді пайдалану мақсатында асқазан ішек жолдары
ауруы бірінші орында тұр деп айтсақ та болады. Жастар арасында кең таралуда, расымен де өздеріңіз айтып өткендей, бұл аурудың бірден бір себебі дұрыс тамақтанбау. Сондай-ақ күйзеліс, салауатты өмір салтын сақтанбау, режимді дұрыс ұстанбаудың әсерінен осындай кез келген жалпы асқазаннан бөлекте адамның ағзасы зақымдалуы мүмкін. Енді асқазан ауруларының түрлеріне тоқталсақ, қандай түрлері бар? Кейде біз ішіміз ауырғанда, енді іш ауру бұл бала туылған сәттен бастап сезілетін, адамның жанына бататын, енді бір өткінші ауру ғой дей тұрғанымен, біз кейде өзіміздің қалай айтсам болады, дәрігерге қаралмай-ақ көптеген жандар үй жағдайында емделе салады, өзінде қандай диагноз екенін білмейді. Сондықтан біздің көрермендерімізге дәл осы асқазан ауруларының түрлері және олардың симптомдары туралы айтып өтсеңіздер. Асқазан ауруы, яғни асқазаннан бастап 12 ішекке дейінгі органдардың қызметінің бұзылысы деп айтсақ болады. Асқазан ауруы жедел және созылмалы болып бөлінеді. Егер жедел түріне көбіне қою кофе ішу, шай ішу, дұрыс тамақтанбау, дәрілерді берекетсіз қабылдау кезінде асқазанның жедел бұзылысына алып келіп, ол кезде жүрек айну, құсу белгілерімен көрінеді. Ал егер осы ауруды жедел кезінде дұрыс емделмеген жағдайда созылмалы түріне алып келіп, жиі қабыну белгілері болып тұрады. Ағымына байланысты осы жедел және созылмалы болып бөлінеді. Ал этиологиясына байланысты инфекциялық және инфекциялық емес болып бөлінеді. Инфекциялыққа қазіргі таңда көп кездесетін адамдарда хеликобактер инфекциясы дейміз. Ол қазіргі таңда адамдарда 80%-да кездесіп отырады. Дұрыс емделмеген жағдайда асқынуларға алып келеді. Ал инфекциялық емес түріне келетін болсақ, ода химиялық, гормональдық бұзылыстардың әсерінен болады. Мысалы, химиялыққа тоқталатын болсақ, химиялық, яғни адамдар зауыттарда жұмыс істеу арқылы, ояқта шаң тозаңдарын жұту арқылы ас қорыту жүйесінің бұзылысына алып келетін болса, ал гормональды ол көбінесе аутоиммунды аурулар арқылы, олар көптеген дәрілерді қабылдау арқылы гормональды, бронхиалды, астмалы мысалға, олар көптеген гормональды дәрілерді қолданған жағдайда осы асқазанның қабынуына әкеліп соғады. Және де стероидты емес қабынуға қарсы дәрілерді қабылданған жағдайда осы асқазан ауруларын тудырады. Әсіресе оған аспирин дәрісін қолданған кезде. Сол себепті барлық дәрі, ем шара қолданатын кезде дәрігерге жүгініп, тексерілістен өтіп, нақты ем шара қолданған жөн. Айнагүл Анжанқызы, енді бала туылған сәттен бастап, ересектерге дейінгі дәл осы асқазан ауруларының түрлері қандай айтып өтсеңіз? Бала туылғаннан бастап, әрине барлық балада бұл физиологиялық жағдайда бізде іштің кебуі, іштің жаңағы микрофлорасының қалыпты болмауына байланысты іштің ауруы, іш коликасы деп айтады. Сондай 3 айға дейінгі қалыпты жағдайда балаларда болады. Және іш қату да кездеседі. Іш қату дегеніміз бұл біздің 36 сағаттан артық баланың үлкен дәретке отырмауы болып табылады, кішкентай баланың. Ол негізі ана сүтімен, тек қана ана сүтімен қоректенетін балаларда бұл өте сирек кездеседі. Көбінесе тек қана ана сүтімен қоректенетін балаларда ол қалыпты болады. Ал қосымша жасанды сүт беретін балаларда, жасанды сүтпен қоректенетін балаларда ол іш қату жиірек кездеседі. Ол кезде баланың мазасызданып, бала жылай береді, мазасыздану болады, іштің кебуі, іштің үрілуі кездеседі. Ол кезде біздер ата-аналар бірден сабыр сақтап, баланы ішіне алғашқы көмекті өзім жасауымызға болады. Мысалы, баланың ішін сағат тілімен жай массаж жасап, сипап, одан кейін етпетінен жатқызып, көмектесуімізге болады. Ал егер де бұл біздің жасаған шараларымыз көмектеспей, баланың мазасыздануы, немесе сүттен бас тарту, емшек емуден бас тарту болса, үлкен дәреті болмаса, ол кезде міндетті түрде өзінің учаскелік дәрігеріне немесе педиатрына қаралу керек. Және балаларда, мектеп жасындағы балаларда, жасөспірімдерде және ересектерде кездесетін бізде бұл гастрит, ең жиі кездесетін гастрит болып табылады. Әсіресе осы мектеп жасындағы және студент
студенттерде өте жиі кездеседі, себебі оларда уақытылы режимнің тамақтану режимінің дұрыс болмауы, уақытылы тамақтанбау және тез сіңірілетін мысалы фастфудтарды қолдану, жаңағы айтып өтетін болсақ, мысалы гамбургер дейміз да, газды сусындар, сонымен қатар жаңағы фри дейміз ғой, картофель фри, сол сияқты қуырылған майлы сондай тағамдарды қолдану, бұл біздің асқазанымызды үнемі қабындырып, оның созылмалы гастритке өтуіне ықпал жасайды. Жалпы жастар арасында ең жиі кездесетін гастрит ауруы, жалпы гастрит ауруының ең асқынған түрі қандай? Ең асқынған түрі? Және гастрит екен адам қайдан біледі, жалпы оның негізгі белгілері қандай? Гастриттің негізгі белгілері бұл бізде яғни асқазан тұсының немесе эпигастри маңының ауырсынуы. Ол бізде аш қарынға ауыруы мүмкін, немесе тамақтанғаннан кейін ауырсыну болуы мүмкін, іштің кебуі болуы мүмкін, кекіру, жүрек айну клиникасы болуы мүмкін. Сонымен қатар бастың айналуы осы созылмалы гастриттің әсерінен, жаңағы ас қорытылудың дұрыс болмауы әсерінен анемияның пайда болып, ары қарай уже бастың айналуы болуы мүмкін науқаста. Осы клиникалық белгілер болып табылады. Егер де осындай клиникалық белгілері мазаласа, міндетті түрде уақытылы емделіп, дәрігерге қаралып, қажетті тексерулерден жалпы қан анализі, жалпы зәр анализі, одан кейін ФГДС-тен өтіп, диагнозын нақтылап, амбулаторлық жаңағы емін қабылдаса, бұл ауруды жеңуге болады. Жалпы тамақтанғаннан кейін көптеген адамдарда асқазандағы күйдіру немесе ауырлық сезімі мазалаған кезде не істеу керек? Жалпы көптеген жағдайда енді кешкі астың уақыты болсын, түскі астың, таңертеңгі асты адамдар уақытылы ішпейді. Немесе ерте ішеді тым, немесе кешіктіріп ішіп жатады. Сондай сәттерде асқазанда ауырлық пайда болады. Әсіресе енді асқазанда ауырлық сезімі кешкі уақытта, мысалы түнгі уақыттарда, мысалы той-томалаққа барған кезде ауыр тамақтарды жеп жатады адамдар. Содан кейін асқазандағы ауырсынуды олар газды сусынмен басса жеңілдеймін деген сияқты пікірлерді көп кездестіріп жатамыз. Жалпы бұл дұрыс па? Бұл әрине дұрыс емес, өйткені бұл газды сусын біздің ішкен асымызды қорытуға көмектеспейді. Ол керісінше қорытылуын төмендетеді, тағамның сіңірілуі азаяды. Сонымен қатар асқазанның шырышты қабатының қабынуына алып келеді, осы гастритке алып келеді. Сол себепті осы негізі ауырлық сезім болатын болса, оны біз біріншіден алдын алуымыз керек. Тамақты бірден жаңағы тойып ішуге болмайды. Бірнеше порцияға бөліп, күніне 4-5 рет бөліп тамақты ішуіміз керек. Егер де бірден тойып ішетін болсақ, бұл асқазандың ас қорытылудың бұзылуына алып келеді. Инес ханым, толықтыратын болсаңыз. Асқазанда қыжыл көбіне тамақты дұрыс ішпеуінен пайда болады. Егер тамақты күн жағына аш жүріп, кешке қарай үйге келгеннен кейін тамаққа тойып алғаннан кейін тамақта міндетті түрде асқазанда қыжыл пайда болады. Қыжыл пайда болған кезде адамда жүрек айну, құсу, кеуде айналасында ауырсыну, ауызға қышқыл дәмнің келуімен мазасызданады. Сол себепті асқазанда қыжылды болдырмау үшін, алдын алу үшін аз мөлшерде күніне 4-5 рет тамақтану қажет. Адам сол күн тәртібіне бейімделу керек. Асқазан жараларынан асқынуын алдын алу мақсатында. Егер қыжыл болған жағдайда адам тік күйде ұзақ уақыт отыру керек. Тойып тамақ ішкеннен кейін кешкі серуенге шыққан дұрыс, ас қорытылуға көмектесіп, немесе жылы сүт іші астың қорытылуына себебін тигізеді. Және де минералды сулар деп отыр қой, минералды сулар жаңа астың сіңуіне көмектесін емдік минералды сулар, ессентуки, боржоми сулары көмектеседі жаңа қыжылдың алдын алу мақсатында. Және де көмір қышқыл, активированный уголь дейміз ғой, сол қыжыл мазалаған кезде бір стакан суға сол көмір қышқылын салып, іші сол қыжылды басуға көмектеседі. Ал енді қыжыл туралы әңгімемізді бастадық қой. Жалпы жүктілік кезінде де асқазандағы
қыжылдың болу себептері қандай? Жалпы оны қалай емдейді? Көбіне енді біздің халқымызда дәл осы қыжыл баланың шашының өсуімен байланыстырып жатады, бірақ дәрігерлер бұны әлдеқашан жоққа шығарған, иә? Жалпы сіздер не дейсіздер? Жүктілік кезінде қыжылдың пайда болу себебі өйткені жатырдың ұлғайған сайын жүктіліктің көбіне 2-3 айларында жүктілерді мазалай бастайды. Ол кезде жүктілік ұлғаяды, айына байланысты. Сол себепті ішкі органдар асқазан ішек жолдары жоғары қарай көтерілуіне байланысты қысылған жағдайда жаңа тамақтың өнешке қарай қайта келуі болады. Соның арқасында қыжыл пайда болады. Ол қыжылдың жүкті келіншектерде механикалық және гормональды болып бөлінеді. Гормональды түріне тоқталатын болсақ, жүктілік кезінде прогестерон деген гормон көбейеді. Оның көбею мақсаты жүктіліктің баланың дамуына, жүктіліктің жатырдың бұлшық етінің жұмсақ тұруына және де баланың дамуына әсер етеді. Және де прогестерон гормоны жоғарылаған кезде асқазан мен өнеш пен асқазан ортасында бұлшық ет, яғни сфинктер деген болады. Сол сфинктердің төмендеуіне әсер ету салдарынан жаңағы қыжыл пайда болады. Өйткені ішкен тамақ қайта өнешке келіп қыжылды тудырады. Ал механикалық, жаңа айтып өткендей, жүктілікке байланысты 2-3 айынан басталып, жатыр жоғары қарай көтерілген кезде асқазан ішек жолдары қысылып, сол арқылы механикалық кезде қыжыл пайда болу әсерін туғызады. Бұл кезде көбіне жүкті әйелдерге кеңес береміз: аздан тамақ ішу, таза ауада серуендеу, құнарлы тамақтану, жаңағы майлы, газдалған өнімдерді шектеп, жүкті әйелдердің күнделікті күн тәртібінде өсімдіктер мен көкөністерге бай болу керек. Айтамыз ғой, диет ұстау керек дейміз да жүкті әйелдерге. Жүкті әйелдерде жаңағыдай қыжыл пайда болғаннан кейін диет ұстау барысында мысалға кейбір жеміс жидектер қыжылды туғызады да, қышқыл болғаннан кейін цитрусты жемістер қышқыл туғызуы мүмкін. Сол себепті диет ұста дейміз. Ал диет ұстаған кезде жүкті келіншектерге витамин, дәрумендер жетіспей қалады. Сол себепті витаминдер, дәрумендер тағайындауға тура келеді қосымша, алдын алу мақсатында. Жүктілік кезінде жалпы комплексті витаминдерді, дәрумендерді қабылдаған дұрыс. Ол балаға да, жүкті әйелге де жүктілікті жақсы өту барысында асқынусыз өту, жүктілікті жақсы босануға дейін ата-ананың денсаулығына байланысты ғой енді деген, әйел адамның. Сол себепті дұрыс тамақтану керек. Сондай-ақ қазіргі таңда қыз-келіншектердің арасында, жалпы жасөспірімдердің арасында да артық салмақпен күресіп жүрген жандар көп кездеседі. Оның бірден бір себебі жаңа ғана әңгімеміздің барысында айтып өткен дұрыс тамақтанбаудың салдарынан. Жалпы сол арықтаймын деп көптеген қыздар, келіншектер арықтайтын дәрілер, қоспалар, неше түрлі жалпы қандай жарнамасы бар өнім болса, соның барлығын бірдей тегіс қабылдап жатады. Ал оның барлығы асқазан жолына түскенде ол әрине қауіпті болуы мүмкін. Дәрігердің рұқсатынсыз, дәрігердің жалпы нұсқаулығынсыз сондай нәрселерді қабылдаудың салдары неге әкеліп соғуы мүмкін? Қазіргі жасөспірімдердің арасындағы семіздік, яғни артық салмақ көптеп кездеседі. Айтып өткендей манадан сол дұрыс тамақтанбаудан басталады. Егер де салмақ түспейтін жағдайда дәрігерге қаралып, гормондарға анализ тапсырып, зерттеп қарау керек. Может, қалқанша безінде өзгерістер бар шығар. Гинекологиялық, яғни жаңа жыныстық жағынан, даму жағынан бәрі қалыпты ма қаралып, тексеріліп, егер де гормондарында өзгерістер болған жағдайда соған байланысты ем алған дұрыс. Қазір айтып жатсыз ғой, жаңағы дәрі-дәрмекті арықтауға қабылдап жатады деп. Ондай да пациенттер бар, адамдар да бар, көріп жүрік. Қазіргі көп рекламасыздар, бір мысалға мен мұдан арықтадым десе, ол қарамайды, құрамында не бар, ол қалай жасалды.
ана бір-біріне еліктеушілік қазір деген. Арықтады екен, мен де солай арықтай қояйын. Оңай жолын іздейді да. Ал оның бір дұрыс шешімі жаңағыдай дұрыс тамақтанып, спортпен айналысып, күнделікті тамақтан кейін серуенге шығып, артық салмақта солай арылуға болады деп есептеймін. Аз-аздан үздіксіз, жалпы үнемі дұрыс тамақтану, зиянды тамақтарды шектеп, күнделікті мысалға деген алдағы аптаға жоспар құрып, мен осындай тамақтанам, мына күні мындай тамақтанып, дайындалып, ато деген білесіздер, бәрі жұмыста, қазір жұмыс барысты, сабақ барыс, тамақ дайын тұрмағас, ананы жеп қояды, мынаны жеп қояды, сонымен күн тәртібі ол бұзылып кетеді. Сосын жүрет артық салмақтан арыла алмаймыз да. Сол үшін жоспар болу керек, адам өз-өзін алдымен дайындау керек. Ең бастысы тәртіп болу керек. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қоңырауды қабылдап көрейік. Сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Алло, сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Менің қоятын сауалым бар еді. Дәл осы ішек ауруларының ең алғашқы симптомдары дейді ғой. Менде кішкене кіндік тұсымның түйілуі бар еді. Бұл осы ішек асқазан ауруларына әкеліп соғуы мүмкін бе? Оның алдын ала тексерілу қажет пе? Қандай дәрігерге бару керек? Сол туралы кеңес алсам. Сауалыңызға рахмет, көрермен. Кіндік айналасында ауырсыну көбіне жасына байланысты. Мысалға деген жасөспірімдерде дұрыс тамақтанбайды ғой. Дұрыс тамақтанбағаннан кейін жаңа асқазан жолдары немесе өті қоюланған жағдайда өт дұрыс жүрмегендіктен жаңада кіндік айналасында ауырсыну пайда болады. Мен қандай дәрігерге барамын деп атады. Жасына байланысты терапевтке немесе педиатрға барып қаралып, тексерістерден өту керек. Кіндік айналасында ауырсыну болған жағдайда УЗИ-дан өтіп, УЗИ-дан біз жалпы ультрадыбыстық зерттеу арқылы өт, ұйқы без, бауыр ауруларын қарай аламыз. Ол кезде өттің нашар жүруі болған жағдайда жаңа кіндік тұсының ауырсынуына алып келеді. Ал клиникалық белгісіне тоқталып кететін болсақ, айтқандай жүрек айну, құсу, жалпы әлсіздік, тәбетке деген төмендеуі тамаққа, кіндік айналасын ауырсынуы, сосын іш қатуда болуы мүмкін, немесе іш өту. Айнагүл ханым, алып қосарыңыз бар ма? Көрерменнің сауалы. Сонымен қатар, егер ересек адам болса, міндетті түрде ол түйілудің себебін анықтау керек. Ол немесе гастрит болуы мүмкін, созылмалы, немесе 12 ішектің қабынуы болуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде дәрігерге қаралып, тиісті анализдерін тапсырып, ФГДС-тен өтіп, тексеріліп, ем алу қажет деп айтамын. Түсінікті. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде өздеріңізге қызмет етіп жатырмыз. Байланыс телефонымыз 22 11 55, сондай-ақ WhatsApp нөміріне өздеріңіздің сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Біздің студиямыздың мамандары, меймандары сіздердің сауалдарыңызға міндетті түрде жауап береді. Ал олай болса, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа ғана айтып өткендей, жалпы қазіргі таңда асқазан ауруларының ішіне ең көп таралғаны гастрит. Сондықтан әріптесімнің дәл осы ауру түрінде жасалған бейнематериалы бар екен. Кезек берейік, содан соң өздеріңізбен қайта қауышамыз. Гастрит – асқазан ішек жолындағы ең көп таралған сырқат. Асқазанның шырышты қабығының қабынуы дұрыс тамақтанбау, яғни майлы, ащы, тұздасты көп жеу арқылы, сондай-ақ адам күйзеліске түскенде, қатты шаршағанда, немесе саяхат кезінде сағат белгілері ауысқанда асқынуы мүмкін. Бұл белгілердің өзі асқазан жұмысында кінәрат бар екенін және шұғыл түрде емдеу қажет екенін білдіреді. Гастриттің жиі кездесетін симптомдары іштің тұсындағы ауырсынуды сезіну, жүрек айнуы, қыжылдау, кекірік, жиі құсу, мол сілекей бөлінуі, күйзеліске ұшырау, бас айналу, тершеңдік, безгек, артериялық қысымның төмендеуі, тамыр соғуының жиілеуімен көрінеді. Ал жіті гастрит ағза ауруды қоздыратын факторға тап болғаннан кейін бірінші сағат ішінде сезіледі. Көбіне дерт ішек инфекцияларына және бактериялық типті уыттармен улануға байланысты асқынады. Кейде жіті гастрит асқазанның шырышты қабығын зақымдайтын фармацевтикалық препараттар, химикаттар және басқа да заттардың әсерінен туындайды. Созылмалы гастрит айтарлықтай баяу жүреді, бірақ әрдайым асқазан жұмысындағы патологияларға келеді. Бұл жағдайда науқастар ремиссия мен асқыну кезеңдері кезектеп өтеді.
Кейде аурудың пайда болғанын білу өте қиын. Себебі ол хал-күйге әсер етпей, ешқандай қауіпті белгілерді көрсетпейді. Аурудың барысын дұрыс тамақтанбау, тым ыстық немесе тым ащы тамақ қабылдау, тағамдық аллергиялық реакциялардың болуы, зат алмасуының бұзылуы, темекі шегу және ішімдік ішу қиындата түсуі мүмкін. Гастритті емдеу жолы аурудың қалай және неліктен туындағанына байланысты. Әдетте дәрігерлер антибиотиктермен бірге асқазан сөлінің қышқылдығын азайту үшін дәрілік заттарды тағайындайды. Еске саламыз, өздігінен емделумен айналысуға болмайды. Терапиямен мөлшерлеу курсын тек емдеуші дәрігер тағайындай алады. Әдетте сауығу үрдісі 7-14 күнді құрайды. Гастрит кезіндегі дұрыс диета сауығу кепіл екендігін есте сақтау қажет. Нұрила Ахина, желіде 103. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирде бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жаңа бейнематериалда әріптесім айтып өткендей, өздігінен ем қабылдауға тырыспаңыз. Міндетті түрде ақ халатты абзал жолдардың кеңесіне жүгінгендеріңіз абзал. Бүгінгі хабарымыз асқазан ішек жолдары ауруларына арналып жатыр. Сондықтан біз әрі қарай сауалдарымызды мамандарға қоя отырайық. Жалпы асқазан қатерлі ісігінің себептері мен факторлары қандай? Сол жөнінде айта кетсеңіздер. Асқазан қатерлі ісіктерінің себептері қазіргі таңда шылым шегу, ішімдік ішу, асқазан ауруларын уақытылы емдемеу, стресс, мана жүйке жүйесінің күйзелісі, дұрыс тамақтанбау деп айтып отырық қой. Сол асқазан ауру алдымен гастрит деп отыр. Гастритті емдемеген жағдайда сол асқазан клей қабатын эрозиясын алып келеді. Одан әрмен қарай асқазан қабатын жарасын алып келеді. Одан әрмен қарай асқазаннан қан кетіп, асқазан обыр ауруын алып келеді. Егер де асқазан ауруын емдемеген жағдайда асқазан жарасына айналып, одан қан кету белгілері болады. Қан кеткен жағдайда адамдарда қан құсу немесе үлкен дәретін қоңыр түске бөлінуі жалпы әлсіздік болады. Ол кезде алғашқы көмек жедел жәрдем шақырып, тек оперативті ем арқылы көрсетіледі. Ал обыр ауруына келетін болсақ, асқазан ауруын емдемеген жағдайда асқынуын айтып отырық қой. Ұзақ мерзімде асқазан ауруы мазаласа, дәрігерге барып, мана айтып өткендей ФГДС, фиброгастродоскопия өтіп, асқазанда қандай қауымы белгілері бар, сол белгілер бойынша ем алған дұрыс. Жаңағы айтылғанына қосыламын. Негізі асқазан обыры, бұл негізгі себептері, бұл зиянды әдеттер болып табылады. Әсіресе темекі шегу, ішімдікті қолдану, жаңағы дұрыс тамақтанбау, созылмалы гастриттер, асқазан жара ауруы, үнемі күйзелістің болуы, жүйке жүйесіне артық күш түсу және тұқым қуалаушылықта себеп болуы мүмкін. Осы факторлардың әсерінен бізде асқазан ісігіне алып келуі мүмкін. Егер де уақытылы емделмесе, науқас уақытылы емін қабылдамаса, осындай қатерлі ісікке алып келуі мүмкін. Негізгі тұқым қуалаушылық туралы айтатын болсам, тұқым қуалаушылық ол мысалы тұқымында, жақын туыстарында, ата-анасында, егер де осы асқазан асқорту жүйесінде ісік ауру болған болса, ол тұқым қуалауға бейімділік болады науқаста. Ол дегеніміз, қазір қайтадан жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қоңырауын қабылдап көрейік. Көрермен, тыңдап отырмыз сізді. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Менде гастрит бар, және де гастриттің әсерінен менің аузымнан жағымсыз иіс шығады. Күнделікті тамақ ішінде, ол үрдіс жалғасу үстінде қалай құтыла аламыз және қандай жолдарды қарастырсам мен гастриттен жазыламын. Сол туралы сауал жолдайын деп едім. Сауалыңызға рахмет. Түсінікті шығар. Науқастағы созылмалы гастрит бар екен және аузынан жағымсыз иіс шығады. Бұл негізі осы жағымсыз иістің өзі бізде ауыз қуысынан басталады. Ауыз қуысында егер кариес болса, одан кейін гастриттің себебінен жағымсыз иіс пайда болады. Ол үшін әрине дұрыс тамақтану, ең бірінші жаңағы айтылып жатқан дұрыс тамақтану, одан кейін жаңағы созылмалы гастриттің өршуі кезінде дұрыс ем қабылдау, яғни бұның негізгі себебін анықтау. Егер де бізде гастриттің негізгі қоздырғышы, мысалы, хеликобактер пилори болса, соған байланысты антихеликобактерный пилориге антибактериалдық ем тағайындалады. Осы емді қабылдап,
ем толық аяқтағаннан кейін қайтадан тексеріліп, ФГДС пен жаңағы гастриттің жақсару бар ма жоқ па соны тексеріп, жаңағы гастроэнтеролог кеңесін алып, міндетті түрде дәрігерге жүгінген дұрыс, иә? Дәрігерге жүгіну керек. Жаңа ғана енді асқазан аурулары тұқым қуалай ма деген сауал. Тұқым қуалай ма деген, ол негізі тұқым қуалайды, бірақ деген 100% деп айта алмаймын, өйткені бұл қауіп факторы болып табылады. 50-50 болуы мүмкін. Егер де науқас әрине өзін күтінбесе, дұрыс тамақтанбаса, жаңағы зиянды әдеттері болса, бұның барлығы жаңағы асқазан обырының пайда болуы мүмкін болып табылады. Ал егер де науқас салауатты өмір салтын ұстанса, дұрыс тамақтану, спортпен шұғылдану, жаңағы таза ауада серуендеу, артық салмақты болдырмау, жаңағы дұрыс тамақтану болса, ол әрине алдын алуға болады ондай аурулардың. Және жаз мезгілінде жеміс-жидектердің піскен уақыты, қырмыз қауындарды адамдар жей тұтына бастайды. Жеміс-жидектер, көкөністер, яғни клетчаткаға бай тағамдар міндетті түрде болу керек, және өсімдік текті, жануар текті, азық-түліктер күнделікті рационда болу керек. Енді дәл осы жеміс-жидектерді тұтыну кезінде де асқазан ішек жолдарына ауруларына тап болуы мүмкін. Сондай-ақ енді гигиена, жеке бас гигиенасын сақтамағандықтан да дәл осы ішек ауруларына әкеліп соғуы мүмкін. Сол жөнінде айта кетсеңіздер, жалпы жеке бас гигиенасын сақтамаған кезде, мысалы, көбінесе ол жедел гастритке алып келеді. Ол кезде қол жуылмаған кезде, қолды егер бала жумаса, немесе жаңағы жеміс-жидектерді жумай жесе, бұның барлығы бізде жедел гастритке, және инфекциялық гастроэнтероколитке әкелуі мүмкін. Бұл кезде науқаста балада жүрек айнуы болады, құсу болады, іштің өтуі болуы мүмкін. Бұның алдын алу үшін әрине гигиенаны сақтаған жөн. Жаңа жеміс-жидектерді дұрыс жуып, қайнаған сумен жуу керек. Қолды міндетті түрде әр тамақ қабылдағанның алдында сабындап жуу керек. Және срогынан өткен тағамды қолданбау керек. Сол. Инияз ханым? Жаз мезгіліндегі жеміс-жидектерге балдарға ұқыпты жуып беру керек. Өйткені айтып өткенде асқазан ішек жолдарының бұзылыстарын алып келеді. Жаз мезгілде көп кездеседі. Жасөспірімдерде, балдарда, өйткені дұрыс жуылмауының әсерінен балдарда жаңағы дене қызуын жоғарылауда, іш өту, құсу жиі кездеседі. Сол себепті жаз мезгілінде ұқыпты гигиеналық шараларын жоғары деңгейде ұстау керек. Өйткені жаз мезгілде күн ыссы болуына байланысты тағамдар бұзылып кетіп жатады. Оны балдар байқамай ішіп қоюы да мүмкін. Сол себепті жаңа асқазан ішек жолдарын ауруына әкеп соқтырады. Бұл клиникасында жаңа айтып өткенде құсу, іш өту, дене қызуын жоғарылауы, әлсіздік, балада көбіне сусыздану белгілері болуы мүмкін. Өйткені бала су ішпейді деп ата-аналар кейде бермейді, берсем құсып қояды деп. Ұсыныс бойынша мысалға берген тағайындалған ем шараларды уақытылы қолданып, мысалға іш өткен жағдайда, құсқан жағдайда баланың жасына, салмағына байланысты сусызданудың алдын алу мақсатында регидрон препараттарын беріп отырамыз. Оның салмағы мен жасына байланысты күніне қанша миллилитр беру керек, соны тағайындалған ем шараны уақытылы алған дұрыс. Алмаған жағдайда асқынулары балада сусызданып, баланың орталық жүйке жүйесіне әсер ету арқылы баланың жағдайының ауырлауына алып келеді. Түсінікті. Енді біз бағдарлама басынан бері жаңа туған нәрестелердегі іш қату, іштің кебуі, жүкті әйелдердегі асқазанның қыжылы, сондай-ақ жасөспірімдер, ересектер арасындағы аурулар, асқазан аурулары туралы айтып келдік. Енді ересектер арасында, егде жастағы, үлкен кісілердің арасында ең көп кездесетін ол іш қату. Іш қату мәселесі жөнінде айтып өтсеңіздер, жалпы бұл неліктен ересек, егде жастағы адамдарда жиі кездеседі және оны емдеудің жолы қандай? Егде жастағы адамдарды іш қату жиі кездеседі деп жатырық. Мысалға айтып жатырық, ас қорыту жүйесі ауыз қуысынан басталады демекші. Егде жастағы адамдарда
өздеріңіз білесіздер, тістері түгел болмауына байланысты көбісінде протез болады. Олар шайнау жұмысына кедергі келтіреді. Сол себепті кейде ірі көлемде дұрыс шайналмағандықтан жұтуға тура келеді. Жұтынғаннан кейін ас қорыту жүйесінде ол ас дұрыс қорытылмау әсерінен іш қатуға алып келеді. Ол кісілерге көбіне тісі жоқ, протезбен, егде жастағы адамдарға ботқа тәрізді тамақтарды жиі ұсынған дұрыс. Тез шайналатын, жедел сіңірілетін, жеңіл, ас қорыту жүйесіне күш түсірмейтін ботқалар, сорпалар, сұйық тамақтар, жылы сусындар көптеп пайдаланылғаны дұрыс. Өйткені асқазанға күш түскеннен кейін ол ас дұрыс қорытылмайды. Көбіне іш қату, көбінесе жаңа 2 күн барған жоқпын, 3 күн барған жоқпын деп адамдардан мазасыз болғаннан кейін, іш қатып дұрыс шықпағаннан кейін үлкен дәретке ол тәбеттің төмендеуіне алып келеді. Тәбеттің төмендеуі кіндік айналасының ауруына, іш қатуды алдын ала емделмесек, ол тағы геморрой дейміз ғой, тікшек ауруына алып келуі мүмкін. Айнагүл ханым, қосарыңыз бар ма жалпы егде жастағы адамдардың іш қату мәселесіне байланысты? Егде жастағы адамдар бір жағынан ішек моторикасының төмендеуінен де болады. Негізі астың дұрыс, жаңа айтылған дұрыс шайналмауы, ас қорытудың дұрыс болмауы, сіңірілудің дұрыс бұзылысы, бұның барлығы жаңа дисбактериоз іш қатуға алып келеді. Және іш қатқанда негізі алдын алу үшін біз көбінесе үлкен кісілерге жеңіл тағамдар, яғни көкөністерден жасалған тағамдар, жеміс-жидектер көбірек қолдануға кеңес береміз. Ол біздің жаңағы ас қорытылуын жеңілдетеді және үлкен дәреттің де уақытылы шығуын қамтамасыз етеді. Түсінікті. Енді асқазан ас қорыту жолдары ол ауыз қуысынан басталады деп айтып қалдыңыздар ғой. Жалпы тамақтанудың дұрыс режимі қандай? Дәрігер мамандардан естісек, жалпы таңғы асты, қай уақыт аралығында, түскі асты және кешкі асты, және арасында енді тіске басарларды қай уақытта қабылдаған жөн, және де дәл осы тұста асқазан ішек жолдарының ауруларының алдын алу үшін қаншалықты мөлшерде су ішкеніміз абзал? Тамақтану ауыз қуысынан басталады дедік. Яғни ең бірінші бұл дұрыс тамақтану, дұрыс шайнаудан басталады тағамда. Және дұрыс тамақтану біздер майлы емес, қуырылған, тұзды, өткір, ащы, маринадталған тағамдарды барынша шектейміз. Және тамақты шайнаған кезде дұрыс қорытылу үшін, оны ұсақ бөлшектерге айналу үшін дұрыстап шайнауымыз керек. Ары қарай ол өңешпен асқазанға өткеннен кейін сол жерде сіңірілу басталады. Яғни біз тамақтану таңертең мысалы 8-де тамақ ішсек, одан кейін обедте кешке барлық тамақтанудың аралығы бізде 4-5 сағат болу керек. 4-5 сағат болу керек. Және әсіресе осы таңғы ас пен түскі асқа аса мән беруіміз керек. Барынша құнарлы, организмге жақсы сіңетін тағамдарды қолдануымыз қажет. Ал кешкі тамақ бізде жеңіл тамақ болу керек. Сол себептен мысалы көбінесе адамдар қазір деген тамақты уақытылы қабылдамайды және кешкі ас қабылдағаннан кейін бірден ұйқыға кетеді. Ол бізде асқазандағы тағамның кейін өңешке қарай өтуіне жол береді де, сол себептен эзофагит өңештің қабынуына да әкелуі мүмкін. Сол себептен қыжыл пайда болады. Сол себепті міндетті түрде кешкі ас қабылдағаннан кейін бірден жатуға болмайды. Кемінде 2 сағат жүру керек. Жаңағы айтып өткендей таза ауада серуендеу, жүру. Бірақ бірден физикалық жүктемелерді жасауға болмайды тамақ ішкеннен кейін. Осы режимді сақтасақ, дұрыс тамақтансақ, және әртүрлі витаминдерге, дәрумендерге бай тағамдарды уақытылы қабылдасақ, біздің иммунитетіміз де жақсы болады және осы гастрит, ас қорыту жүйесінің ауруларын алдын ала аламыз. Инияз ханым, сіздің алып қосарыңыз бар ма? Дұрыс тамақтану барысында ең алдымен күн тәртібін тамақтануды 4 мезгіл немесе 5 мезгілге бөлу керек. Таңғы асты мысалға 8-де ішетін болсақ, таңғы астың калориялығы 15-25% калориялы болу керек. Яғни ақуыз, көмірсу, витаминдерге, дәрумендерге толы болу керек. Ал екінші астың калориялығы 10-15
пайызда калориялы болу керек, ал түскі аста калориялы жоғары, яғни 35-40% тамақ құнарлы болу керек. Кешкі астың калориялы құндылығы 10-20 аралықта болу керек. Тамақты, күнделікті тамақтың уақыты белгілі болған жағдайда, мысалға ұйықтар алдында тамақ ішкеннен кейін кемінде 2-3 сағат бұрын тамақты ішіп алып, жүру керек, немесе серуендеу керек. Тамақ ішкеннен кейін бірден жатуға болмайды. Дұрыс тамақтанбаған кезде көбіне тамаққа тойып алып, тамақ ішкеннен кейін еңкеуге, немесе моншаға баруға, суға түсуге, физикалық күш түсіруге болмайды. Өйткені ас дұрыс қорытылмағаннан кейін, жаңа айтып өткендей, өнешке қайта келуінің әсерінен жаңа қыжыл, өнештегі қабыну ауруларын алып келуі мүмкін. Сол себепті дұрыс тамақтанып, күнделікті тамақ құнарлы, витаминдерге, дәрумендерге, ақуыздарға пайдалы болу керек. Көбіне майлы тамақтарды шектеп, асқазан ауырған жағдайда барлығын суға, немесе суға, отқа бұқтырып пісірген жөн. Мысалға, пирожки дейміз ғой, жеті нан жеп атады, пирожки жеп атады, қуырылған. Соның орнына духовкаге, яғни пешке пісіріп жеуге болады. Сосын мысалға пациенттерге диет ұста деп атырсаң, енді қазақ емеспіз ба, ет жемейміз ба дейді, мысалға деген. Енді ет жеме деп айтпаймыз. Еттің құрамындағы нанды бірінші емес, жоғарғы сортта емес, екінші сорттағы ұнға иіліп, нанын аздау қылып жеуге болады. Түсінікті. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Рахмет, өте қызықты, пайдалы ақпарат болды. Кезекті тақырып аясындағы бейнематериалымызға кезек берейік. Содан соң өздеріңізбен қайта қауышамыз. Хабарласыңыздар, сіздердің сауалдарыңызға біздің мамандарымыз жауап береді. Қымбатты көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Бір тәулік жуылмаған қолда мыңнан аса микробтар болады, ал дұрыс тазартылмаған жемістер ішкі инфекцияға келіп соқтырады. Ертеректе кір қолдың ауруы деп аталған дерттен хабардарсыз ба? Назарға жедел ішек инфекциясының белгілері мен алдын алу шараларын ұсынамыз. Бұл балалар мен ересек адамдарда ішек қызметінің бұзылуымен сипатталатын жұқпалы кесел. Әлемде ең көп таралған инфекциялардың қатарына жатады. Вирус көбінесе салқын түскенде, тұмау мен сырқаттану деңгейі артқан кезде көбейсе, бактериялық инфекциясы жазғы мезгілде өрши түседі. Дене температурасының көтерілуі, жалпы әлсіздік, ауырсыну, ас қорытудың бұзылуы және диарея ауруының алғашқы белгілері. Гигиенаның төмен дәрежеде болуынан, азық-түліктерден, мәселен жуылмаған көкөністерден, пісірілмеген сүттен, сапасыз тағамдарды пайдаланғаннан, сондай-ақ ауыз суды қайнатпай ішкендіктен, лас суға түскендіктен де жұғады. Тез арада қалыпқа келу үшін алкогольдік сусындардан бас тартып, майлы тағамдардың мөлшерін азайтқаныңыз абзал. Гастрит, энтерит, колитке шалдықпай, ас қорыту жүйелеріңіздің қалыпты жұмысын қаласаңыз, дұрыс тамақтануды қолға алыңыз. Ішек жұқпаларының алдын алу шаралары қарапайым. Жеке бас тазалық жағдайларын сақтау ең сенімді қорғану жолы болып табылады. Ауру тараған болса, лезде дезинфекциялау шараларын жүргізу қажет. Гүлмереке Аймұхан, Нұрила Ахина, Желіде 103 бағдарламасы. Желіде 103 хабары тікелей эфирде. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыз асқазан ішек ауруларының алдын алу шараларына арналып отыр. Бүгін енді бағдарлама аяғында біз мамандарымыздан енді дәл осы диеталар туралы, адамға қалыпты мүсін сыйлайтын, асқазан ішек жолдарын жақсартатын диета түрлеріне тоқталсақ. Қазіргі таңда енді әлеуметтік желіде барлығы жақсы кеңестерін аямайды, дегенмен оның ар жағында маркетингтік бір тәсілдердің болуы мүмкін. Дегенмен қазіргі таңда интервалды ашығу арқылы емдеу деген сияқты түрлі әдістер бар. Сол жөнінде тоқтала кетсек, жалпы диетаның ең тиімді түрі қандай? Адамға артық салмақ қоспайтын, адамның терісін, бет әлпетін, мүсінін қалыпты жағдайда ұстайтын диета түрлеріне тоқталсақ? Диетаға тоқталып өтетін болсақ, диетаны адам қалай ұстайды? Әр адамның өзінің байланысты. Мысалға деген оймен
артық салмағым бар, мен тастауым керек дейді, дым жемеу қоюда, мысалға деген. Айтып жатсыз ғой, интервалды ашығу деп. Интервалды ашығу кезінде, мысалға, 2-3 сағат тамақ жейді, одан кейін тамақ ішпей, аштықта жүріп, кешке қарай ішіп, ол асқазанда мысалға су ішіп, оны орнын сағызбен немесе асқазанды алдап қояды. Асқазанды алдаған кезде асқазандағы сөл бөлініп, сөл бөлінген кезде ол қышқылзат асқазанның кілегей қабатының зақымдануына алып келеді. Сол себепті ол дұрыс емес. Диет ұстаған кезде, айтып өткендей, ең бастысы тамақ құнарлы болу керек. Құнарлы, витаминдерге бай, тез қорытылатын, әрине құрамында тауық еті немесе аз көлемде ет болу керек. Өйткені адам организміне күш керек, қуат керек, тек қана жеміс-жидек ол күш қуатын орнын толтыра алмайды. Сол себепті адамды әлсіреу, немесе асқазан, жаңа айтып өткенде, асқазан ауруларына, немесе анемия, темір жетіспеушілік анемияларға алып келуі мүмкін, асқынулары деген. Немесе жаңа іш қату, асқорту жолдарын бұзылысы, іш өту ауруларын асқындыруына алып келеді. Сол себепті диетаны дұрыстап күнделікті тамақ нормасын 5 уақытқа бөліп, аз-аздан диет ұстаған кезде физикалық жүктемені қосып, мысалға деген, мен диет ұстап жатырмын деп кейбіреулер бар ғой, қозғалмай отыра береді, тамақ ішіп алады. Олайынан болмайды, ол кезде әсер етпейді. Диетамен бірге физикалық күш қосу керек. Айтамыз ғой, күнделікті күніне бір 10 мың шаг жасау керек, 10 мың жүру керек деп. Хотя бы сол норманы орындау керек. Айнагүл ханым, сіздің қандай кеңесіңіз бар? Диета сақтаған кезде енді ең біріншіден дұрыс тамақтану деп айтып жатырмыз ғой. Жаңа қуырылған тағамдарды, майлы тағамдарды шектейміз, тұзды, маринадталған тағамдар, бұның барлығы біздің ас қорыту жолымыздың жаңағы ауруларын алып келеді дедік. Осы тағамдар бізде суға піскен, буға піскен болу керек. Қуырылмаған тағамдар қабылдауымыз қажет, және көбірек жеміс-жидектер және көкөністерді қолдануымыз қажет. Және күнделікті жаңағы айтып өткендей физикалық белсенділік болу керек. Егер де салмағымды түсірем деген адамдар болатын болса, олар міндетті түрде физикалық белсенділік болу керек оларда. Спортпен шұғылдануға болады, немесе жаяу жүруге болады, жүгіру, осының барлығы физикалық белсенділікке жатады. Және дұрыс тамақтану, осы спортпен шұғылдану, салауатты өмір салты, күнделікті суды қалыпты жағдайда ішу, мысалы, күніне, мысалы, дене салмағына байланысты 1,5-2 литр су ішу керек. Ол, мысалы, шайдан, сорпадан бөлек судың өзі 1,5-2 литр болу қажет. Сосын, жаңағы көбінесе натуральный шырындарда, жемістің шырындары, әртүрлі ақуызға, малдың еттерінде қолдануға болады, бірақ та біздер семіз емес, майсыз еттер, тауықтың еттері, балықтың майлары, өсімдіктер, олардың барлығы біздің ағзамызға өте пайдалы. Енді қазіргі таңда көптеген диетолог мамандар аш қарынға жілік майының сорпасын қайнатып ішкенді ішуге кеңес береді. Бұл яғни қаншалықты пайдалы, асқазанға зиян емес пе? Біздің бағдарламамыздың аяқталуына 1 минут қалған екен, тез жауап берсеңіздер. Негізі ол құрамында жаңағы кальций бар деп айтады. Сондықтан егер де сүйекті ұзақ қайнатып сорпасын ішетін болса, негізі пайдалы, бірақ оның өзінің қарсы көрсетілімдері болса, егер де науқаста созылмалы гастриті болса, немесе созылмалы аурулары болса, ол адамдарға болмайды. Алғыс білдіреміз, алтын уақыттарыңызды бөліп, дәл осындай керемет сұхбат бергендеріңізге, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Біз сіздермен келесі аптада қайта қауышамыз. Облыстың бас арнасы қосулы болсын.